Баршаңызға сәлем, сіздермен Мадина Досжанқызы. Бүгін біз бауырсақтың рецептін дайындайтын боламыз. Өте жұмсақ, жеп-жеңіл, қатып қалмайтын бауырсақтың рецептін дайындап көрсететін боламын. Арнайы майонез, жұмыртқа, тағы басқа заттарды қажет етпейді. Ол үшін бізге 2 стакан жылы су қажет болады. 2 шай қасық тұз, 1 шай қасық ашытқы, 1 ас қасық сары май, 1 ас қасық сұйық май салып, жақсылап араластыратын боламыз. 4 стакан ұнымызды бөліп салып, араластырып, жақсылап қамырымызды илейтін боламыз. Қамырымыз өте қатты да болмағаны жақсы, және бос та болмағаны жақсы. Илеп болған соң үстіне сұйық майды жағып шығатын боламыз, және бетін пищевая пленкамен жауып, 1 сағатқа жылы жерге қоюымыз керек. 1 сағатымыз өтті, қамырымыз жақсы көтерілді. Жұмыс жасайтын орнымызға ұнды сеуіп аламыз да, қамырды 3-ке бөлеміз. Қамырымызды жаямыз, қалыңдығы шамамен 1 сантиметрдей болуы тиіс. Қамырды дөңгелетіп кесіп аламыз. Мен мұнда стақанды ұнға малып пайдаландым, сонда жақсы кесілетін болады. Артық қамырлардың барлығын жинап, қайта жайып кестім. Кесілген қамырларымыздың бетін жауып, 20 минутқа қойып қоямыз. Қызып тұрған майымызға бауырсақтарды абайлап салатын боламыз. Орташа отта 2 жағын қызартып пісіріп аламыз. Міне біздің бауырсақтарымыз дайын болды. Енді дастарханға ұсына беруге болады. Менде осындай ыдыстың 3-еуі шықты. Бауырсағымыз өте жұмсақ, дәмді, үлпілдек, жеп-жеңіл болып шықты. Келген қонақтар да, балалар да сүйсініп жейтін болады. Рецепті пайдаланып көріңіздер, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.